Достар, видео басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Қажымұқан Мұңайтпасылы 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола уезі Қараөткел деген ауылда дүниеге келген. Кейбір зерттеулерде оның 1886 жылы туғандығы айтылады. Қажымұқан кедей шаруаның баласы болғандықтан, орыс байларына және дәулетті адамдарға жалданған. Сөйте жүріп, күреске түсіп, той-томалақтарда елге көрініп, бала балуан деген атқа ие болған. Қыпшақ тайпасы ұзын ішіндегі Алтыбас руынан шыққан. Қажымұқан Мұңайтпасылы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұланғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған алтын, күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген Қажымұқан бабамыз. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Теңдессіз өнермен жер шарын аралаған, 54 мемлекетте күреске түсіп, 48 медаль олжалаған Қажымұқандай мықты 20 ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде қазақта ғана болды. Ресейдің балуандар тобында Қажымұқаннан күші асқан ешкім болмағанын да айтуға тиіспіз. Дүние жүзінің чемпиондары Иван Поддубный, Иван Шемекин, Алекс Таберг, Иван Зайкин, Георг Лурьев, Георг Гаккеншмидт, Поль Понс, Вейланд Шулов сынды жампоздармен қатар жүру. Боз кілемдегі айқастарда осы балуандарды шетінен жығып, бәйге алу сол заманда нағыз ерлік еді. Ол кезде империяның буына семірген Ресей күресінің қожайындары қазақты шын мәнінде менсінбеуші еді. Қажымұқан сондай ортада намысын жатқа берген жоқ. Кеудесін ешкімге бастырмады. Күрес қожайындарының, төрешілердің сан мәрте әділетсіздігіне белі бүгілмеді, еңсесі түспеді. Былай басталатын өлең жолдары оның сал серілігінен де хабардар етеді. Атандым Мұқан палуан, бала жастан, ішінде күштілердің болдым астам, талай жерлердің дәмін татып, өтті дәурен осылай біздің бастан. Ең алғаш рет ірі табысқа Қажымұқан Харбин қаласында өткізілген халықаралық турнирде қол жеткізеді. Мұнда ол бірінші орынға ие болып, өңіріне алтын медаль тақты. Кейбір деректерде бұл турнир 1905 жылы өтті делінеді. Белгілі басты оқиға Қажымұқан джиу-джитсу бойынша күресіп, турнирде бір рет жеңілмегені, үлкен алтын медаль жеңіп алғаны. Харбин сапары Қажымұқанның даңқын аспанға көтереді. Енді оны Маньчжурия чемпионы деп атап кетеді. Әрі Муфинура деген лақап ат беріледі. Қажымұқанның мұнан басқа да бірнеше лақап аттары болған. Солардың ішінде Октябрь революциясына дейін осы Муфинура деген лақап аты сақталып келді. Революцияға дейін ол қатысқан чемпионаттарды ұйымдастырушылар. Сол замандағы жағымпаз баспасөз өкілдері, біресе жапон деп, біресе Маньчжур деп, мүмкіндігінше қазақ екенін айтпауға тырысты. Мәселен, 1909 жылы Қажымұқан атақты эстон балуаны, әлем чемпионы Георг Лурьевтің тобында күресіп жүреді. Лурьев өз тобының жетекші балуандары жөнінде айта келіп, Қажымұқан туралы шығысолы жапон Муфинура ол сирек кездесетін мықты балуан, күресте қайтпайтын бірбеттігі, далаға тән қайсарлығымен және ызақорлығымен ерекшеленеді деп жазған. 1910 жылы Америкаға, Еуропаға орыс балуандарының үлкен бір тобы аттанады. Сөз арасында айта кететін бір жайт, бұл сапарда Қажымұқанға еріп, әйелі Надежда Николаевна Чепковская да бармақ болған. Бірақ аяғы ауыр болуына байланысты Португалия порты Лиссабонда кемеге көтерілуіне рұқсат етілмейді. Жергілікті тәртіп бойынша екі қабат әйелдерді мұхит кемелеріне мінгізбейді екен. Қажымұқанның өзі Бәтима деп атап кеткен Чепковская цирк актрисасы болған. Әрі ерінің кәсіби күрестегі талай тамаша жеңістерін өз көзімен көрген. Осы сапарда Америкаға барған балуандар бірнеше шағын топтарға бөлініп, әр жерде күреседі. Оңтүстік Американың ірі қалаларында күш сынасады. Олардың әсіресе Аргентина астанасы Буэнос-Айреске барған сапары сәтті болады. Қажымұқан бұл сапардан үлкен алтын медальмен оралады. Бірақ Қажымұқанның Америкада күрестің қай түрінен өнер көрсеткенін анықтаудың әзірше сәті түскен жоқ. Оның Американың еркін күрес түрі бойынша сайысқа түсуі әбден ықтимал деген пікір бар. Себебі олай деуге негіз бар. Қажымұқан өзін әрқашанда еркін күрестен мықты сезінгенде французша күрестің техникасына шорқақтау болыпты.
Қажымұқан оңтүстік Америкадан 1910 жылдың аяғына таман оралған сияқты. Олай дейтін себебіміз, ол 1910 жылдың желтоқсанында, 1911 жылдың қаңтарында Мәскеуде өткен халықаралық чемпионатқа қатысады. Бұл жолы Қажымұқан Разумовтың, Шнейдердің, Ягансанның, Винтердің, Аполлиннің жауырындарын қысқа уақытта кілемге тигізген. Осы чемпионатта сол заманда аты дүрілдеп тұрған циклоппен ұзақ алысады. Айқас 20 минутқа созылып, тең аяқталған. Чемпионаттың 7-ші күні Қажымұқан әлем чемпионы Лурихпен кездеседі. 20 минутқа созылған бұл қиын белдесу еш нәтиже бермей тең аяқталады. Ертеңіне Лурих қазақ балуанын тағы да кілемге шақырады. Достар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.